Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадты пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді шықты, рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды, бір шай қасық тұз салып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап, қантымыз толық ергенше жылдамдықты қоса отырып араластыратын боламыз. Бөлме температурасындағы сары майды салып араластырамыз. Кейін сұйық май және де сүт құйып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұн салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізе отырып, 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Қопсытқышты да електен өткіземіз. Кейіннен миксермен миксерлейтін боламыз. Ұнымыздың қалған бөлігін елекке салып, өткізіп, жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізуіміздің себебі ұнымыз түйіршік болып қалмауы керек. Кейіннен какао ұнтағын да електен өткізіп, 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Барлығын біркелкі массада жақсылап араластырамыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осы уақытта духовкамызды 160 градуста қыздырып қоямыз. Барлық массамызды араластырып болып қалдық. Енді формаға құятын боламыз. Мен формадан ағып кетпес үшін осылайша пергамент қағазын кішірек етіп қырқып алып, төсеп құйған болатынмын. Барлығын толықтай формамызға құямыз. Қызып тұрған пеште 160 градуста 45-50 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз піскен уақытта осылайша міндетті түрде құрғақ осындай ағашпен салып тексергеніміз жөн. Егер де ағашымыз құрғақ болса, ол пирогымыз пісті деген сөз. Енді бетіне шоколадты ерттім мен. 70 грамм шоколадқа 50 грамм сары май қосып микроволновкада ерттім. Шоколадымыз сұйық болып шығады, сондықтан холодильникке сәл қоюланғанша, салқындағанша салып қойдым. Шоколадымыз салқындаған соң осылайша пирогымыздың бетіне пирогымыз суыған соң құйып жайғастырып шықтым. Азғана артылған шоколадымызды осындай кондитерлік мешокқа құйып, бетін өзімше азғантай әсемдеп әрлеп қойдым. Әсемдеу, әрлеу міндетті емес, өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мінекей пирогымыз дайын болды. Осылайша кесіп
ұсына беруге болады. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.